Қайырлы күн достар, бүгін біз тауық етінен палау жасайтын боламыз. Ең алдымен мұзатылған тауық етін асықпай турап аламыз және де жуамызды турап дайындап қоямыз. Осылай майымызды қыздырып аламыз және алдын ала туралған сәбіздеріміздің барлығын майдалап турап дайындап қоятын боламыз. Жаңағы майда жуаны салып осылай қарайтып алғаннан кейін барлық жуамызды салып оны да қызартып қуырып алатын боламыз. Әрі қарай тауық етін осылай салып оны да қызарғанша қуырып аламыз. Келесі кезекте, яғни сарымсақтарды майдалап турап аламыз. Алдын ала майдалап турап қойғандарыңыз жөн. Әрі қарай мен 3,5 кеседей күріш салдым. Оны міндетті түрде 2-3 қайтара жуып аласыздар. Әрі қарай сәбізді саламыз, қуырып аламыз және де тұзды қосамыз. Сосын бұрыш, кристаллик болмаса жаңағы лавровый лист барлығын салып араластырып аламыз. Міндетті түрде қатты қызарып қуыру емес, әйтеуір қуырып алатын боламыз 2-3 қайтара. Сосын бетіне сарымсағымызды қосып аламыз. Әрі қарай бетіне қайнаған су құйып, 10-15 минутқа жай отқа қайнатып қоятын боламыз. Бағана дайындап қойған күрішімізді салып, бетіне шамалы 1-2 сантиметр батып тұратындай су құйып қоямыз. Қайнағаннан кейін 1-2 араластырып, күрішімізді бұқтырып қоямыз. Міне біздің палау тамағымыз дайын болды. Барлықтарыңызды оразаларыңызбен құттықтаймын. Ас болсын!